Қайырлы күн, YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Ескі сарай мен үшін ең сорақы, сұрықсыз. Ол сарайда мені кімдер қорламады. Әлі күнге дейін сол бір сарайды көрсем, жүрегім дір етіп, өткен күнгі балалық шағымның қорланғаны есіме түссе, өксігімді басамын. Небәрі жасым 6 жаста еді. Анам мен әкем ажырасып, ана деген аттан садаға кеткір әйел мені бір еркек үшін тастап кетті. Сондағы түрім үн-түнсіз болғаным үшін. Маскүнем әкемнен әлде басқадан жүкті болған анамның жүзі сондай сұлу еді. Өзбек қаны аралас болғандықтан қою қара қасы мен ботадай жәудіреген көздері әлі күнге дейін есімде. Әкемнен ажырасып, бизнесмен еркектің етегінен ұстаған анам мені де ертіп барған. Бәрі есімде. Әлгі еркек мені көре сала, «Мына точно сенің қызың ба? Сен неткен сүйкімсіз, ұсқынсыз балаңның көзін құрт. Егер менімен тұрғың келсе» деп қарқылдай күлді. Қорыққан мен анамның көйлегін кішкентай қолдарыммен қысып артына тығыла түстім. Көзін құрт деген сөзінен қорқып барамын. Ішінен шыққан мен байқұста анам қорғайды деп ойласам керек. Әшейінде әкемді төмпештеп ұрып, түгін қоймайтын ұрсатын анам әлгі еркектің алдында сүмірейіп, «Бұл жалмауыздан ертеңге құтыламын. Бүгін таксиге мініп ауылға апарып тастаймын» дегенде жылап жібердім. «Мама, мені тастап кетпеші» деп мұрным қорсылдап, айтқан сөздерім ащы өксіктен дірілдеп шығып жатыр. Мені тыңдайтын анам бар ма? «Өшір үніңді, жылауыңды доғар, әйтпесе буындырып өлтіремін» деп шымшып жібергені бар. Мені сүйрелей такси ұстап 2 сағатқа ауылда жеттік. Нағашымның ауылы екен. Негізі мені әкеме тастамады. Оларда мені қуып шыққан. Әкемнің туыстары мені мына сорлыны көшеден әркіммен жатып көтерген баласы. Түрі мүлдем біздің әулетке ұқсамайды деп үйге келген сайын әжем бетіме ойып тұрып айтатын. Сол үшін де әкем сорлы арақ ішіп қоқаңдайды. Содан екеуі ит пен мысық секілді ұрсып, соңы ажырасумен, ал мен тірі жетім болдым. Нағашы ағамның қолына тастаған анам менен құтылғанша асықты. Бәлкім артық сұрақтардан қашты. Әлде ағасының мінезінен қорықты екен. Әйтеуір жеңгесінің «Ет салып қойдым, отыр сөйлесейік» дегенінде тыңдамай бізді әкелген таксимен кете барды. Менің жылағаным анама әсер етпейді. Жеңгем ғана жұбатып әлек. Ағам мен жеңгемнің отбасы да анау айтқандай керемет емес. Менен бөлек балалары бар, бірақ есейіп сыртқа жұмысқа кеткен. Анамның ағасы ішкілікке біршама жақын. Ішіп алса жеңгемді оңдырмай ұрады. Байғұс жеңгемнің жейтіні таяқ. Әйтеуір бет-аузы ісіп көгеріп жүреді. Мені қорғайтын осы жеңгем. Мен үшін де таяқтың астына қалады. Ішіп келгенде ағам: «Ана әйелдің пәленшесі қайда? Өлтіріп тастайын. Ол да ертең жаман әйел болады» деп аюдай ақырады. Ол сөзді үнемі естіген мен өлерде қорқып дыбысымды білдірмей жылайтынмын. Сондай отбасыда өмір сүріп жүргенде сырттағы ағаларым үйленді. Енді ағам қорғайды деп қуанып жүргенде қуанышымыз ұзаққа бармады. Маскүнем әкесінен ұяладымыз. Алған әйелі бар жердің қызы болып ауылға аяқ басқан емес. Ауылға келіп енесіне бір сәлемін салмаған келініне қатты ренжіді. Ағам анасын қалаға кең сарайына әкетуге келгенде бармады. Көкбет келіннің күңі болғанша алқашбайдан таяқ жеп жүре берейін деп көнбей қойды. Арағына ақша табу үшін нағашы ағам бір айлық жұмысқа кетіп жүрді. Енді ғана тыныштық орнап, жеңгемде сәл еңсесін көтеріп, ауылдағы клубқа еден жуушы болып тұра бастады. Бір күні қалаға жұмысқа кеткен нағашы ағам 2-ші қатынды ертіп келді. Арағына қойып тоқалы алған түрі. Бірақ тоқалы: «Ей, сен маған кең сарайда үйім бар дегенің қайда? Мына сасық лашықта тұрмаймын» деп бұрқылдады. Бұл албастыға сасық лашықты да қимайтынымызды ол сорлы білсе ғой. Сонымен 2 көзді тоқалдан басқаны көрмейтін нағашы ағам үйді сатып жіберіп, нағашы ағамның бәйбішесі екеуміз далада қалдық. Нағашы ағамның ұлы қаладан анасын алып кетуге келген.
енді қалада тұрамыз деп бала болсам да қуанып жүрмін. Бірақ көп ұзамай қаланың қызы бізді қуып шықты. Нағашы жеңгем екеуміз ауылды паналап қайта келдік. Ауылда алыс туыстың құлайын деп тұрған тоқал үйінде паналадық. Туыстарымыздың менімен жасты 2-3 жас үлкен қыздары бар. Ол үйде ұл баласы мүлдем жоқ. Бірақ мен сол қыздардан әбден қорландым. Ескі сарай, біз тұрып жатқан тоқал үй. Нағашы жеңгем тамақ табу үшін әркімнің үйін ақтайды. Той болса ыдыс жуатын жұмыс жасап, мен байқұсты тамаққа тойдырады. Негізі туыстарым нағашы жеңгеме мына бейбақты шешесіне бер, болмаса балалар үйіне бер. Өзің біреудің етегін ұста деп талай рет айтты. Нағашы жеңгемнің қызы жоқ, сол үшін де мені жақсы көреді. Анам мектепке баратында келіп құжаттарымды реттестіріп кетті. Одан кейін көрген емеспін. Ең сорақысы, нағашы жеңгем үйде жиі болмайтынын білетін туысқан қыздар біздің үйде ойнаймыз деп үшеуі келеді. Келгенде мені қорлау үшін келеді. Қолымды орамалмен байлап, аузыма носки тығып, бұтымды ашып тастайды. Бұны менен 5 жас үлкен қыздың істеп жүргені. Айтсам сенбейсіздер ғой. Сол қыз еркек секілді менің үстіме шығып алып, үйкеліс жасап мәз. Ешкімге айтушы болмаңдар, менен таяқ жесіндер деп қатаң ескертті. Мені босатқан сәтте жеңшеме айтамын деп жылап қоя бердім. Ол қыз шашымнан сүйреп, еденге итеріп жіберді. Сосын сіріңкені жағып, жамбасымды күйдіріп, осындан айтатын болсаң, сенің осы үйдің сыртынан от жағып өртеп жіберемін. Ешкім білмей қалады. Ол қыз сондай сұсты, одан бәрі қорқады. Мен солай, ол бір есерсоқ қыздың айтқанынан шықпай, тіпті үйреніп кеттім. Мен бойжеткен кезімде өте ұсқынсыз болдым. Айналамның бәрі мені жақтырмайды. Кластастарым қатарына қоспайды. Түрім еркекке ұқсайды. Тек әлгі туыс қыз ғана мені жақсы көреді. Жақсы көрмей қайтсын, қалағанын жасап беремін. Ол қыз сыртқа оқуға кетсе де мені сағынып тұрады. Келгенде неше түрлі нәрсені әкеліп мені үйретті. Десе де мектепке өте білімді болдым. Тұйық, әрі барлық пәнді шемішкедей шағып, олимпиадада бас жүлдесіз қайтпайтынмын. Мектепте белсенді болсам да ешқандай досым, сырласым жоқ. Оқудан келген туысыма тек басқа нәрсе керек. Былай сырласып көрмедік. Солай жүргенде оны алып қашып кетті. Мен мектеп бітіріп, сыртқа университетке оқуға түстім. Сол жылдары нағашы жеңгем ауырып жүріп, аяқ астынан давлениеден құлап, көп ұзамай айырылып қалдым. Анамның орнына ана болған жанда мені тастап кетті. Жаным қатты күйзеліске түсіп, жаман нәрсе шегуді үйреніп, жаман суды ішуді үйреніп алдым. Қайтейін? Енді жалғыздық шаршатып жіберді. Стипендияның жартысына бір бөлмелі тар пәтерде жалғыз тұрып жаттым. Ұсқынсыз келбетте болған маған ешкім де қарамайды. Солай жүргенде оқуды бітіріп жұмысқа орналастым. Бірақ жұмысым үнемі жол үстінде командировкада жүремін. Бірде жұмыстарымды ерте бітіргендіктен қонақ үйге барып босқа жатқанша ертерек қайда берейін деп пойызға билет алуға тура келді. Солайша сөмкемді жинап вокзалға шығып кеттім. Билет алу оңай болғанымен біздің пойыздардың жағдайы мүлдем есімнен шығып кетті. Адам лық толы. Купеге билет алғаным қандай жақсы болған. Пойыз орнынан жылжумен мен орныма орналасқым келмеді. Сөйтіп дәлізде ары-бері сандырақтап жүріп алдым. Сол арада жанынан өтіп жатқан жұрт вагон ресторанға барып, тамақтану жайында сөз естіп қалдым. Осы уақытқа дейін пойыздарда ресторанның болатынын еш білмеппін. Шайқалған пойызда әр қадамымда абайлап басып, вагон ресторанға да жетіп алдым. Бос тұрған үстелге отыра кеттім. Сэндвич пен жаман су алып, айналамдағы адамдарға қарай бастадым. Қарсы беттегі орта жастардағы жұпқа көзім жалды. Ер кісі маған теріс қарап, ал келіншек болса маған оң қарап отырған. Алдарында чечил болатын. Алдымен әйелдің қолаң шаштары, сүйкімді жүзі, жылтыраған тырнақтарына мән бердім. Бірақ қызығушылығымды жаулап алған үстелдің астынан көрініп тұрған мини юбкасы мені түп-түзу ұзын аяқтары еді. Қанша қарамауға тырыссам да еріксіз көзім түсіп кете береді. Сіздерде болатын шығар осындай мезеттер. Қарамаймын десең де еріксіз қарап қоясың.
Осылай көзіммен өзім күресіп отырғанда әлгі әйелдің менің қарап отырғанымды байқап маған қарап отыр екен. Ыңғайсызданып көңілімді басқа жаққа аударуға тырыстым, бірақ көп ұзамай қайта сол аяқтарына оралдым. Отырғанымда әлгі әйел тағы да мені ұрлық үстінде ұстап алды. Ұялғанымнан не істерімді білмей орнымнан тұруға әрекет жасай бастағанымда ол әйелдің маған қарап жымиғанын байқадым. Яғни ең болмағанда қате түсінген жоқ деп түсіндім. Бірақ әйелінің жымиғанын осы тұста байқаған ері кері бұрылып маған қарады. Жұрттың көзінше жанжал шығармаса болар еді деп ойланып отырғанда әлгі еркісі мейлінше сыпайылық танытып амандасты. Мен де амандастым, басқа қайтемін. Сосын олар өздерінің әңгімесін жалғастыра бастады. Мен екінші жаман суды айттырғанда шылымым таусылғанын байқадым. Ол кезде тамбурда шылым шегуге болатын еді. Сонымен асықпай жаман суымды ішіп отырып, кезекті станцияға тоқтағанда жүгіріп барып, буфеттен шылымымды алып бұрылсам, әлгі еркек жымиып артымда тұр екен. Жолда шылымсыз болмайды, менің де шылымым бітіп қалыпты деп жымиды. Дұрыс айтасыз деп вагонға беттегенде, егер қаласаңыз біздің үстелге келіңіз, бірге ішейік деді. Әрине, неге болмасқа деп шақыруын қабыл алдым. Осылайша танысып, тез арада әңгімеміз жараса кетті. Жұбайлар екен, демалыста осылай саяхат еткенді жақсы көретінін айтты. Қалалар, табиғат, ауа райы, жұмыс жайында әңгімелесіп отырып уақыт өтіп кетті. Официант келіп вагон ресторанның жабылатынын айтып, ескерткенде кеш болып қалғанын сонда байқадық. Шынын айтсам, бұл жұптың өмірге көзқарастары, жұмыстың қамымен қысылмай барлығына жеңіл қарайтынын қатты қызықтырды. Айырылғым келмеген еді. Осыны байқаған келіншек, жаман су алып біздің жанымызға кел, сонда жалғастырайық деп ұсыныс айтты. Мен ыңғайсыз болар деп тартынып тұрғанмын. Жоқ, онсыз да люкс вагондамыз, жанымызда ешкім жоқ деп қолымнан ұстап жетелей кетті. Осылайша жаңа таныстарыммен барып, солардың купесінде жалғастырдық. Сыра деп жеңіл қарайтынымыз болмаса, негізі көбірек ішсең әжептәуір мас болып қаласың. Бізде аз ішпеген едік, үшеуміздің де мас болып қалғанымыз байқалады. Мен болсам әлгі әйелдің аяқтарынан көзімді алар емеспін. Мас болғандықтан болар тесіліп қарап отырмын. Ол болса, мұны ашық айтып әзілге айналдырып, күлкіге қарық болып отыр. Біраздан кейін ысып кеттім деп шешіне бастады. Менің реакциям жай болып қалған. Не болып жатыр деп ойланып отырмын. Сол кезде әйелі сен ысынған жоқсың ба деп жауабын күтпей күйеуінде шешіндіре бастады. Мұндайды бұрын соңды көрмегенмен бақырайып қарап қалғанмын. Сол тұста әлгі әйел менің қолымнан ұстап, еш қысылма, біз үшін бұл үйреншікті жағдай деп өздеріне тарта бастады. Мастықтан болар, мен еш қарсылық көрсетпедім. Осылайша бір мезетте үшеумізде менің бір көңілім әйелдің жалаңаш денесінде. Не деген сымбаттылық, барлығы өз орнында, ешқандай артықшылық жоқ. Осы тұста ол екеуі құшарлана бастады. Жандарында мен мүлдем жоқтай, тіпті байқар емес. Оларға мен қарап отырдым. Мұны байқаған олар мені ортаға алып, маған да тиісе бастады. Ары қарай не болғаны толық есімде жоқ. Мүмкін мастықтан болар, мүмкін басқа себептер, бірақ тек кішігірім фрагменттермен ғана есімде қалған. Сосын әлгі әйел екеуміз бір-бірімізді тырысқанымыз есіме түсті. Ертеңіне басым ауырғаннан жарылып кете жаздаған. Үшеумізде жалаңаш, көзімізді ашқаннан су іздедік. Шөлімізді қандырып алған соң, айналамызға қарап түнде не болғанын еске түсірумен болдым. Өте жақын адамдардай болып кеткен, біртүрлі айтып түсіндіре алмаймын. Бір түн ғана сондай ер адаммен болдым. Тіпті тегін пәктігімді сыйлай салғаным-ай. Олардың есімін, нөмірінде сұрамаппын. Асығып түсетін жерде түсіп қалдым. Көп замай пойыздағы майданның залалын тарттым. Олардың ауруы бар екен. Соңғы кезде жағдайым болмай жүрген. Тіпті қатты қышынулар. Сөйтсем пойыздағы какай ерлі зайыптылардың ауруын өзіме қабылдаппын. Өте ұзақ емделіп, әбден қажыдым. Осы оқиғадан соң еш уақытта бөлден төмен жерді ойламауға өзіме уәде беріп, жалғыз өмір сүруге бел будым. Қазіргі таңда жалғыз басы сұр бойдақпын. Мысықтарым бар. Соларды бағып өсіріп, уақыт деген зымырып өте шығарды. Осы өмірде туған анама, туыс қызға әлі күнге дейін қатты ренжулімін.
балалық шағымның күл-талқанын шығарды. Бәлкім тұлға ретінде дұрыс қалыптасқанымда қазір бақытты өмір сүретін едім.